Selam dostlar, bugün ben sizlerмен өте дәмді мантыны жасаймын. Бізге қажетті заттар фарш, картошка, пияз және түрлі дәмдеуіштер. Piyazды ұсақ етіп дәл видеодағыдай турап аламыз. Картошканы кубиктап турап аламыз. Енді дәмдеуіштерімізді қосамыз. Тұзды қосамыз. Қара бұрыш, қызыл бұрыш және универсальный приправа қостым. Енді қамырын дайындаймыз. Қамырына су мен тұзды қосып қамыр илеп алдым. Дайын болған қамырымды бөліктерге бөліп 20 минутқа иін қандырып қоямын. Енді қамырымызды жұқалап жаямыз. Жұқалап жайылып болған қамырымызды дәл видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Енді жайылған қамырларымыздың үстіне фаршымызды салып түйеміз. Ыдысымызға май жағып, түйген мантыларымызды орналастырамыз.
Енді мантымызды 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Мантымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Кешкі асқа ұсынсаңыздар болады. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.